Жеңілмейтін махаббат салтанат Найхан пьеса. Өскен мекен еңбек ауылына арнадым. Өтен. Бисмиллах. 2 бөлімді лирикалық трагедия. Қатысушылар: Алмас отағасы, ағаш кесуші, бұрын әдебиет пәнінен сабақ берген. Жайнат Алмастың әйелі, Сырқат. Арман үйдің үлкені, негізгі кейіпкер. Бірінші бөлімде 4-5 жасарда, екінші бөлімде 24-25 жастағы шамасында. Шамшырақ. Арманның кішкентай құндақтағы қарындасы. Іңкәр. Арманның балалар үйінде бірге өскен қыз. Адриан. Ағылшын. Арманның американдық әкесі. Мариса. Ағылшын. Арманның американдық анасы. Директор. 60 жастан асқан адам. Бұрынғы тарих пәнінің мұғалімі. Тәрбиеші. Жетімхана тәрбиешісі. Өзі де осы жетімханада өскен. Аудармашы. Ағылшын тілінен қазақ-орыс тілдеріне аударма жасайды. Мария. Қазақ. Бала кезінде шекара асып келген американдық жетім қыз. Асқар. Арманмен бірге ағаш кесетін жігіт. Асқармен еріп келген жігіт. Американдық 3 жігіт, 2 қыз. Бірінші бөлім. Бірінші көрініс. Ескі үйдің іші Алмас пен Жайнат. Орта үстел, 2 төсек. Бірінде Алмас газет оқып жатыр. Екінші төсекте Жайнат кішкентайын қуата алмай әлек. Әкесінің қасында Арман ұйқыда. Алмас: оқыс. Өшірші үнін, өшірші, я? Күйініп: күні бойы 2 қол 2 аяқта тыным жоқ. Түнді 2 құлаққа маза бермеңдерші, я? Жайнат баласын жұбатып: айғайлама, қарнаш, оған да тамақ керек. Алмас: емізбейсің бе, шырылдатпай, еміз. Жайнат: күні бойы кергіледі. Омырауға сүт түсу үшін мына мені анасын тамақтандыру керек. Жарытып тамақ жемегенімізге міне 2 күн болды. Алмас: қанағат қарын тойғызады. Қанағат жоқ қой, қанағат. Жайнат: кішкентай сәбиге сенің қанағатың тамақ бола ма? Біз ғой қанағат етерміз. Баланы ойласаңшы. Арманның да қарны аш. Жылайды. Алмас: жыла, жылап ал. Енді тек қуаныштан ғана жыларсың, аз қалды, деп жазып жатыр міне. Тәуелсіздік алғанымызға 4 жылдай болды. Жылама. Жайнат: жыламайын, құрысын, 2 бала аман болсын. Өзім де ілініп, салынып әрең жүрмін. Bir дертім бар ма деп қорқам. Барған сайын әлсіреп барам. Тұрады көзін сүртіп. Сен де аман болшы. Ана жұмысыңнан да қорқам. Ана қайнекештің інісі ағаштың бұтағын кесіп отырып құлап кетіпті. Алмас: өткендегі дәрігердің берген дәрі-дәрмегінде сұрастырдым жігіттерден. Болып қалар, жазылып кетесің, күрсініп. Жұмыстан да қайыр болмай кетті. Еңбегімізді әне береміз, міне береміз деп алдап келе жатқаннан 2 айдан асты. Ауылдың жігіттері ашулы. Айтайын десе ауыз барда амал жоқ. Жайнат: істеме онда. Басқа жұмыс қарастырмайсың ба? Бүйте берсек аштан өлерміз. Алмас: өлеміз, өлеміз, оқыс, өлмейміз. Ашығып жатқан тек біз емес. Ашығып деймін-ау, Құдай сақтасын. Ертең бастықтан 1 қап бидай алатын болдым. Шыдай тұр, 1 күнге биттің қабы да шыдайды. Жайнат: онда сен де шыда. Айғайлай бермей. Осы кезде ұлы Арман ұйқысынан оянады. Алмас: әке, менің де қарным ашты. Әкесі айғайлай бергенде сөйлетпей: әке, мен де ертеңге дейін шыдаймын. Жұмысыңа бірге барайыншы. 1 қап бидайды да кешке бірге көтеріп келеміз. Ойбай балам, бармайсың. Баланы әндей берме. Алмас: баламен бала болып сөйлесуге де болмай ма? Ұлдың тәрбиесі менің мойнымда деп айттым ғой саған. Жайнат: бұл қызды мен бір күлге аунап тауып алғандай. Алмас ұлынан назарын алмай: мен олай деген жоқпын, Жайнат. Арман неге сенің атыңды Арман қойдым, білесің бе? Арман: жоқ әке. Қай жылы туылдың, соны айтшы, айта ғой. Арман ежіктеп: 1990 жыл. Алмас: жарайсың, қай айда?
Арман білмей тосылып, мамасына жалтақ қарап. Мама, қай айда туып ем? Жайнат: желтоқсан айында тудың балам. Алмас: нешінші желтоқсан еді мамасы? Жайнат: 16 желтоқсан. Алмас: ол қандай күн? Арман: тәуелсіздік күні. Алмас: жарайсың балам, жарайсың. Көтеріп: мұның бәрін қайдан біліп алды екен? Арман: мамам үйретті. Алмас: иә ұлым, сен ата-бабамыздың сан ғасыр армандаған арманының орындалған күні туылдың, сол үшін. Арман: сол үшін менің атымды мамам Арман қойыпты. Алмас: немене, мамаң? Оттаған екен. Арманды жерге түсіріп жат. Ей қатын, ұлыма неге өтірік айтасың, иә? Жайнат күліп: әкең қойған, ойбай, болмайтын нәрсеге шаптығып. Алмас: болмайтын нәрсе емес. Ер бала әкесіне қарап өсуі керек. Оның көтеріп ерсілі-қарсылы жүріп, қазақ болғалы не көрмейді. Қазір сабақ бергенді ғой. Еркін сөйлейтін кезде. Әр баланы нағыз отансүйгіш азамат етіп тәрбиелер ем. Амал қанша? Қаншама армандарын ерт болды, өлді, өшті. Қаншама армандардың тамырына балта шабылды. Ендігі арман орындалған арман. Енді тек сол арманды бағып, қағып, баптап өсіру ғана қалды. Арман: мені ме, әке? Алмас күліп: иә, сен ұлым, сен сияқты мыңдаған, миллиондаған армандарды. Арман қарындасын нұсқап: шамшырақтың аты Арман емес қой. Алмас: шамшырақты да бағып, баптап өсіреміз. Жайнат күбірлеп: қиял балаларға тамақ тауып бере алмай отырып, осы сенің мұғалім болып жүре бергенің жақсы еді. Сөзің ісіңе сай, ал қазір мынау ағаш тасушы. Алмас: Жайнат жан ел есін енді жиып жатыр. Бұл да өтер. Менің өліп, мың тірілген қазақ екені рас болса, мыңыншысы осы болар, көресің. Жайнат: сен тіпті тәуіп болып кеттің ғой. Орманда басыңа бұтақ түсіп кеткенінен сау ма? Алмас: бұтақ түссе төбемді көріп тұрсың, аман есен. 94-тің жұты беті жаман. Төбеңнен түскен жай сол болып тұрған жоқ па? Арман: әке, 94 жұт деген не ол? Алмас: 94 жұт деген қазақтың балам тәуелсіздіктен соң бұрынғы ескі мен жаңаның арасындағы арпалыс. Бұрынғы борбайы созылған советтің тарап, жаңа дәуірді қалау барысындағы дүрбелең. Құдай қаласа ел болып кетеміз. Ұлы Құдай бар қазақ, ұлы халық балам. Арман: түсіндім, әке. Жайнат: аңқылдаған аузыңның оттысын-ай. Айтқаның айдай келсін, Алмас. Алмас ұлын түсіріп: айтпақшы, Жайнат, ана менің күртешемнің қалтасындағы шүберекке оралған затты беріп жіберші. Жайнат: не, тамақ алып келіп, енді есіңе түсті ме? Арман: жоқ ой, тамақтан басқа сөз түспеді-ау аузыңа. Бар, тез алып кел. Жайнат шкафтағы киімін ақтарып, екі шүберекке түйілген затты күйеуіне берді. Арман оралған шүберекті шешіп, жіпке ілген екі тұмашаны алып шығады. Ей қатын, көрдің бе? Әкесі ұлы мен қызынан не жасап әкелгенін? Арман: әке, бұл не? Алмас: бұл әкеңнің сендерге деген қолтаңбасы. Бүгін жұмыстан қолым босағанда арнайы жауырын сүйегінен ойып жасадым. Көптен ойымда жүреді. Тұмарша, екеуіне естелік. Біреуі саған ұлым Арманның мойнына іледі, біреуі қызым шамшыраққа. Әйеліне: әкел әкесіне. Жайнат қызын көтеріп жақындайды. Жайнат кішкентай сәбиінің мойнына қалай тағарын білмей күйеуіне: жасқа толмаған балада қайдағы мойын? Әкел әкесі, бесігіне байлап қояйын. Алмас: әп бәрекелді, я солай болсын. Арман: жоғалтпаймын, әке. Алмас: жарайсың балам. Әкең әлі аман болса бәрі де болады. Қатты, бәрі. Жайнат: бала енді ұйықтады. Жаңа ғана ұйқыңды қимай, баж-баж етіп жатыр ең. Ертеңгі бидайыңнан айырыласың мына түріңмен. Ұйықтап дем ал енді. Ұлтының ұлы жанашыры. Алмас: мына сөзің дұрыс, қатын. Ал ұлым, ұйықтаймыз. Бір қап бидай, ұлын көтеріп төсегіне беттейді. Жайнат жарықты сөндіреді. Екінші көрініс. Алмастың үйі. Жайнат төсегінде сандырақтап жатыр. Кішкентай шамшырақ жылап әлек.
Арман мамасы мен шамшырақтың арасында жүгіріп жүр. Жайнат сандырақтап: жоқ, балапандарымды қайтем, бір қап бидай. Арман: мама, мама деймін, жұлқылап: не болды саған, ояншы. Шамшырақ жылап жатыр: мама. Жайнат әлсіз: құлындарым-ай, мамаларың бүгін қатты ауырып тұр. Төсегінен ұмтылап тұра алмайды. Арман: отыра бер мама, отыршы, қарның ашты ма? Кешке дейін шыдайықшы, әкем бір қап бидай әкеледі. Жайнат: иә балам, шыдаймын. Қарындасыңды уат, мен ғой шыдаймын. Қарны жабысып қалды-ау, қасықпен аузына су тамшышы. Арман: су жоқ, бітіп қалыпты. Есікке қарай жүгіріп: даладан қар әкеліп берейінші. Жайнат: жоқ, қар несі, ауыртасың баланы. Арман: мен қар жеп жүрмін, ауырған жоқ әлі. Жайнат тұра алмай: әй ақымағым-ай, балапанымсың ғой. Ата-анаң тұр мынау, әкең келгенше шыдаймыз, қарындасыңа қара бар. Арман қарындасын жұбатып: шамшырақ жыламашы, кешке әкең бидай әкеледі. Мамам бүгін қатты ауырып тұр, жыламашы. Әлди. Жайнат тырысқақ: кеш болып қалды, әкең әлі жоқ. Аман болса екен. Арман: балам, әкең бидай әкелсе қуыруға көмектеспесең тұра алатын түрім жоқ. Бұл сырқаттың түрі жаман. Ішіп жатқан дәрі де жоқ, асқынтып алды ма? Тамақ табылмай жатқанда бұл ауылда дәрі-дәрмек қайдан болсын? Дүкендер анау қаңырап бос жатқан. Сендердің бақтарыңа аман болайын. Ауылда больница былай қойғанда дұрыс дәрігер де жоқ. Дәрігері болмаған соң дәрі-дәрмек қайдан болсын? Арман: мама, жазылып кетесің. Мың өліп, мың тірілген деп әкем айтты ғой. Қарындасын уатып: мама, тәуелсіздік күні туылсам, шамшырақ қандай күнде туылды? Жайнат аз үнсіздік: тумайтын күні туылды ғой. Онан да сенімен бірге туса бүйтіп шырылдамас еді-ау. Сені емізгенде екі омырауымда екі кесе сүт артылып қалатын. Молшылық заман екен сол. Кеше ғана тоқ едік. Арман: қазір шамшыраққа бір кесе де жоқ қой. Я мама. Жайнат күліп: сары уайымға салынып кеттім бе? Су алып кетті ғой құрғырың. Тентегім-ай, періштесіңдер ғой. Алла әкең айтпақшы, армандарыңа жеткізер. Сендерге де тәуелсіздіктің тандыр емшегі жібер. Жылатпас сендерді. Арман: ой мама, мен жыламаймын. Жайнат: я балам, сен мықты болуың керек. Шамшырақтың ағасысың, әкеңнің сенгені өзің. Бала болсаң да данышпан, ойламайтын нәрсең ойлайсың-ау. Таршылық тез есейтеді деген тәмсіл рас болғаны да. Осы кезде есік қағылады. Арман: о, әкем келді, бір қап бидай қалай көтеріп келді екен? Арман есікті ашады. Ішке бейтаныс адам кіреді. Түрі бұзылып кеткен. Екі иығынан дем алады. Жайнат орнынан тұра алмай отырса да атып тұрады. Сен Асқар емессің бе? Алмаспен бірге істейсің, үрейлі. Жүрісің неге суыт? Алмасқа не болды? Не болды деймін саған, айтсаңшы. Асқарға ұмтылам деп аяғына құлайды. Асқар: жеңгей. Арман: мама, не болды, тұршы. Асқар: болған іске болаттай берік болыңыз. Жайнат ойбайлап: не деп тұрсың сен? Қайдағы беріктік түр мынау? Айтсаңшы, тіліңді жұтып қойдың ба? Алмас мамам ба? Асқар қипақтап: балалардың көзінше қалай? Арман: әкем бір қап бидай әкелем деген. Келмей ме әкем? Әкеме не болды? Асқар жұмыста арқан үзіліп кетіп. Жайнат: не? Жоқ, мүмкін емес, есін жоғалтқан адамдай. Сосын не болды, тірі ме, айтсаңшы. Асқардың қасында сүйеніп тұрған жерінен сылқ құлайды. Ес-түс жоқ, талып қалады. Асқар: жеңгей. Арман: мама деймін. Айтшы, не болды, әкем өліп қалды ма? Осы кезде құрылыста Алмаспен бірге істейтін тағы бір жігіт жүгіріп кіріп келеді. Жігіт: Асқар, неге кешігіп кеттің? Жеңгеге не болып қалды? Обалай қу дүние. Асқар: Алмас қалай? Беті бері қарайтын түрі бар ма? Жігіт төмен қарап баласына сездірмейін дегендей аттанып кетті. Асқар: қап, қайдан ғана сол терекке шықты? Айттым, бұлай жалғаса берсе ауылда адам қалмас. Қабая: бар сен, тез жедел жәрдем шақыр. Көрші қолаңды құлақтандыр, көлік тапсын тездетіп. Жеңгейді ауыл больницаға жеткізу керек. Сосын балаларға ие бол. Арман жылап: мама, әкеме не болды?
Тұршы, бидай алып келем деген қайда? Тұршы мама, менің қарным ашты. Шамшырақ шырылдап жылап жатыр. Жетімхана директорының кабинеті жабдықтарымен. Директор емханадан емделіп шыққан беті. Кезекті кезекшімен жетімханадағы жай-күйді әңгімелесіп отыр. Тәрбиеші, денсаулығыңыз оңалды ма? Ауылда ауырған адамға беретін дәрі таппай отырмыз. Қалада жағдай жақсы шығар. Директор, оңып тұрған шамалы. Жұмыртқадан жүрін қырқатын әктілердің дәуірі жүріп тұрған секілді. Аштық деуге келмейді. Тәрбиеші, ауылда адам көп. Аудан орталығына айналуымыз мүмкін. Кеше сіз жоқта өткен жиналыста емханаңыз бар. Мәдениет үйі бар. Ескіде болса үлкен спорт кешені бар. Мынау балалар үйлеріңіз бар, аудан орталығы атағы беріледі дейді. Директор, ол өте жақсы жаңалық. Халықтың саны да көп. Жақсы, ол болсын. Басқа не жаңалықтарың бар? Тәрбиеші, директор мырза, сіз жоқта Орынбасаров Арман атты бір қазақтың баласы қабылданды. Өткен аптада. Шүйкедей болып тағдыры ауыр баланың. Әкесі сосын анасы бірінен соң бірі қайтыс болған. Директор, қалай бірінен соң бірі? Не болған екен? Тәрбиеші, әуелі әкесі ағаш кесіп жүріп теректің қу бұтағы сынып кетіп мерт болыпты. Директор, қиын жағдай. Қазір нан тауып қиындап кетті ғой. Ал анасына не болған? Тәрбиеші, өзіңіз айтып отырғаныңыздай жоқшылық. Директор, бізге қабылданған Арманмен қоса Құндақта қызы қалған. 6 айлық кішкентай ғана сәби. Бейшара ана өзі тойып тамақ жемеген соң сәбиіне еміздер омырауында сүт те қалмаған. Күйеуінің түрі анау, жарықтық қара жұмысшы. Бұрын бала оқытқан білікті адам екен. Қазір ондайлардың жағдайын өзіңіз білесіз. Еңбектерін де дұрыс ала алмай келген. Директор, ол рас. Тәрбиеші, 2 кішкентай баламен қол аяғы байлаулы ана сары уайымға салынып кетсе керек. Бір жағы тамақ жоқ, үй суық, 2 бала ұядағы балапан емес пе? Тұмсықтарын ашып шырылдай берген. Сол баяғы сары уайымнан күйзелістен бауырға зақым келіп сары ауруға шалдыққан. Қолын сермеп сары болып қалған. Директор, оны байқамаған, байқатпай қағатын ауру ғой ол деген. Қаншама семья сарғайып жүр десеңші. Тезірек тығырықтан шығу керек. Басшылық уақытша екенін айтып, ауыл жапқанша қаншама өмір тағдыры ақыры не болып жатқаны. Тәрбиеші, оның үстіне больницаның өзінде лекарства жоқ, асқынтып алған болып отыр ғой. Директор, обалай трагедия. Тәрбиеші, айтпаңыз. Жығылғанның үстіне жұдырық, күйеуінің қазасын естігенде тіпті енді ауыр. Байқұс әйел шыдамаған. Есінен айырылып қалса керек. Күйеуінің соңынан емханаға жеткізгенде сап-сары болып сарғайып кетіпті. Сол күйі үзіліп кеткен жарықтық. Директор, 2 сәбиін кімге тастап кетті десеңші? Тәрбиеші, тәуелсіздікке тапсырған екен. Директор, тәуелсіздігі несі? Тәрбиеші, көз жұмарда айтқан соңғы сөзі сол болса керек. Арманды ертіп келген адамның айтуына қарағанда, әкесі бір ел десе жүрегін жұлып беретін педагог болған адам екен. Әрине, үкімет тарамай тұрып, тура сіз сияқты, бірақ тарихтан емес әдебиеттен сабақ беріпті. Директор, түсінікті. Тәуелсіздік оңай келмеп еді, сақтауда оңай шаруа емес екені осы болса керек. Ал кішкене қызды қайда? Асырап алар туыстары жоқ болғаны ма? Тәрбиеші, Алматыда туыстары бар екен. Жылап сықтағаны жақсы еді. Соңы жаман болды. Кішкентайын өздерімен алып кетті. Ауылдағылардың жағдайы белгілі. Директор, бұл баланы да алып кетпей ме? Тәрбиеші, түрлері жаман. Өз балаларымызды әрең бағып отырмыз. Обалын ақаларымыз. Бұл жер жетімхана деген аты жаман болмаса, үкімет арнайы тамақ бөліп қарайласады ғой. Заман қашанғы бұлай тұра берер. Ел оңалғанша осында қалсын деген сылтау. Кішкене қызға пұшпағы қанамаған біреуінің көзі түскенін көріп тұр. Директор, басшылық көктен алады деп ойлай ма? Онысын бізге жеткенше жұмалап кім демейді? Бастықтардың өзегі үзіле жаздайды тамақ десе. Оны қойып бұл жердің қоймасынан тышқандарға көмектесіп жүргендер қаншама? Оны да өздерінде елдің аузынан жырып әкеліп жатқан жоқ па? Тәрбиеші, тышқанға көмектескен несі? Құдай сақтасын, жетімнің ақысын жеген емеспін. Директор, өкірегім ау, сіз емес. Бұған кімді кінәлайсың?
90-шы жылдан бері елдің жағдайы күрт өзгерді. Саяси төңкеріс құдды бомба түскендей әсер етті. Қазақ өзі айтып өзі құбылғаны қалай? Жетім десе емешегі езіліп тұратын халық. Тәрбиеші: жетімін жылатпаған еліміз дейсіз ғой. Жетім көрсең жебей жүр дейтін қазақтың баласына өз қара басы қайғы болып тұрған алмағайып заманда әркім өз басын ойлап жатқаны да. Директор: енді екінші ана құндақтағы сәбиді айтам. Туыстары бағып қақса жарар еді. Тәрбиеші: қайдам? Алматыда орыстан қалған жетімхана көп қой. Соның біріне өткізіп жібермесіне кім кепіл? Бестен соры бес елі деген осы. Директор: ел болып үлкен 70 жылдық жетімханадан шыққанда жетімдер үйін салмайтын шығар. Тәрбиеші: иә, дұрыс айтасыз. Мен білсем қазақ өз тарихында ондайды басынан өткізбеген. Директор: қой қарағым, бұл түк емес. Талайды көргенбіз айналайын болып қалды бұл. Үстелін тықылдатып: осымен тағы біреу қосылды. Тәрбиеші: нені айтасыз? Қосылған несі? Жұмысыңызға біреу ауыз салайын деді ме? Директор: ой жарығым, сенің құлағың еститінді естіме, көретінді көрмей қалатыны несі? Қазақтың қара көз жетімі өткендегі қыз атты кім еді? Іңкәр енді мынау аты кім еді? Тәрбиеші: арман. Директор: арман ертең тағы біреу көбейіп кетпесе болды. Тәрбиеші: қойыңыз ойбай, көбеймесін. Мөлт-мөлт еткен көздерін көрсем, әсіресе алғаш келген кездері күрсініп, іші бауырым елжірейді. Онсыз да әрең шыдап жүрмін, ол да қу тамақтың қамы үшін. Директор: қоймадағы де. Тәрбиеші шошып: жоқ, құдай сақтасын, не дейсіз? Директор: жә, жанды жерлеріңе тиіп кетті ме? Қалжыңдаған түрім ғой, көңіліңе алма. Онжырғаң түспесін. Жетімдер осылай келе берсе, еңбек ақың да көбейе береді. Бұрынғыдай екеу-үшеу емессіңдер. Жалғыз басты адам болған соң үкіметке де өзіңе де тиімді. Тәрбиеші: басыңа қарамай сен де жетімсің дегеніңіз ғой. Директор: тәйдары, ондай ойым жоқ. Сен керек адамсың бізге. Қалжыңы бар, байқамай, аңдамай айтып, ауырмай өліп отырған болмаса, сен дегенде жан бар ма? Тәрбиеші: ой аға, әзіліңізге болайын, жүрегімді ауыртып жібердіңіз ғой. Осы кезде Арман мен Іңкәр жүгіріп кіріп келеді. Арман: ағай, апай, Іңкәр менің қасыма көшіп келсе бола ма? Директор: не дейді? Көшкені несі? Алтай мен Атыраудың арасында жатқан жоқсыңдар ғой. Тәрбиеші директорға: осы бала мен айтқан Арман. Екеуі әлде бір-біріне бауыр басып қалған. Директор мейірленіп орнынан тұрып, екі баланың басынан сипайды. Айналайын, енді мұнда қыз балалар мен ер балалар екі бөлек жатады. Бұл тәртіпке бағыну